Барлықтарыңа сәлем. Бүгін менде жаңа видеоға ой салатын, яғни рулетка пайда болды. Мен яғни осы рулетканы айналдырам, сосын барып маған қайсысы түседі осылардың, мен соған видео түсіретін боламын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы әділ, барлығы жұмыс істейді. Міне рулетка өзі айналып тұр, міне стрелкасы. Онда қазір мен осыны көретін боламын, қалай айналып, қайсысы түседі екен, мен соны видеоға түсіретін боламын. Ал қане кеттік. Ой. Кешіріңіздер. Не, бүйтіп айналады, не айналып отыр, достар. Міне, достар, бізде туториалға түсті. Онда мен бүгін туториал түсіретін боламын. Достар, міне біз өз туториалымызға келдік. Достар, сендер мына мысық және мына мысық сияқты болғыларың келе ме? Онда сендер менің видеома дұрыс келдіңдер. Яғни мен бүгін сендерге қалай шортс видеолар арқылы ақша табу керек екенін айтатын боламын. Стоп. Ал біз шортстан қалай ақша табамыз? Оған монетизация қосылмайды ғой. Міне, сенде осындай сұрақ болуы мүмкін. Біз шортс каналды монетизация арқылы емес, оны сату арқылы ақша табамыз. Иә, сіздер қазір ештеңе түсінбей отырған боларсыздар. Мен қазір сіздерге барлығын түсіндіретін боламын. Біріншіден, шортс каналын дамыту, яғни подписчик жинау өте оңай. Екіншіден, сіз ешқандай видео жасап әуре болмайсыз. Үшіншіден, сіз бұл каналдарда тез әрі тиімді бағаға сата аласыз. Міне, бұл шортс видеолар салып ақша табу плюстары. Мен оны қайда сатамын, қалай сатамын деген сұрақтар туындаса, сіз бұл каналдарды FanPay сайтында сата аласыз. Бірақ сізге ең бірінші подписчик жинау керек. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Достар, енді подписчик жинауға өтейік. Подписчик жинау үшін бізге кез келген TikTok'тағы Майнкрафт ойындардың әсіресе кішкентай балаларға ұнауы керек видеоны Telegram бот арқылы жазып аласыз. Сол видеоны күніне қанша видео салынса, сонша видео саласыз. Мысалға 50 немесе 100 дегендей. Содан кейін керекті подписчик жиналғаннан кейін FanPay сайтына кіріп, каналды сатасыз. Ал қалай сату керектігін мен сіздерге айтпаймын. Неге? Себебі мен сіздерге тек қалай ақша табу жолын көрсеттім. Қалай сатуды басқа видеолардан көріңіздер. Өйткені менің просто басымды қатырғым келмейді оған. Сонымен достар, бізде осы видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге барлықтарыңызға үлкен рахмет. Және де барлықтарыңыз сау болыңыздар.